Алғысымды кімге айтам? Өлеңнің авторы ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Бақытбек Бәмішұлы. Алғысымды кімге айтам? Алғысымды кімге айтам? Ажалға ма? Қарамайтын қасиет ажарға да. Түн мұңымды, шерімді тарқататын, түн ұйқымды қашырған ғазалға ма? Алғысымды кімге айтам? Аспанға ма? Алшаң аяқты басқанға ма? Қара күпі күйгеннің қақысын жеп, абыройы атағы асқанға ма? Алғысымды кімге айтам? Ақтарылып, өзім емес өзекті жатқа бұрып, жүйріктерді ұмытқан жел қайықтай, жүргендерден түңілдім атқа мініп. Алғысымды кімге айтам? Құдайға ма? Бірге боздап сарнайды қурай ғана, тірілердің бәрі жау бір-біріне, тірі тышқан алмайды құмай ғана. Алғысымды кімге айтам? Еліргенде, езуі қан ең зоршыл еліргенде, қарашаның қалқасын паналаймын, алдартымнан аңқылдап жел үргенде. Алғысымды кімге айтам? Асқар тауым, арылар ма басыңнан қаңтар дауың? Әлі күнге етікпен су кешіп жүр, ар жолынан таймаған арқар қауым. Алғысымды кімге айтам? Дарқан далам, кіндігімнен кетпес қып арқандаған, зауал тапқыр құдайдан тажалға ма? Бейбіт тағдыр тынышын талқандаған. Бір ұрттасам жойылар ішкен уым, алғысымды кімге айтам? Өзен суым, бойымнан да ойымнан құлан таза, өсіп келет өзгеше өрен буым. Өлең наурыздың 1 күні 2026 жыл жазылған. Осындай мөлдір философиялық әрі лирикалық өлең жазған ақын Бақытбек Бәмішұлы ағамызға мен, жазушы Айзат Рақыш, өз алғысымды білдіремін.